Мен өзім психолог болсам да, менің үлкен қорқынышым бар. Өйткені қызымның алдында өз әлсіздігімді көрсетіп қоям ба, или оған тірек бола алмай қаламын ба деп ген уайымым, қорқынышым бар. Себебі мен ересек адаммын. Менің көңіл күйім түсуі мүмкін, бір мәселені шеше алмауым мүмкін, уақытша депрессияда болуым мүмкін. Но оны менің кішкентай қызым білуі қажет деп ойламаймын. Вот менің анамның жағдайы қиын болып тұр, мен оның көңіл күйін көтерейін, жыламайын деген сияқты ересек позицияны алған қаламаймын. Себебі оның қазір психикасы ондай нәрсені ойлауына тым ерте. Мен ересек болғандықтан, справляться ете аламын да. Менде күш бар, түсінік бар, іздей аламын информацияны, туған туыс бар, көмек сұрай аламын. Ал балада ондай нәрсе жоқ. Негізі кез келген балада ондай нәрсесі жоқ. Ата-анасы оған келіп эмоциясын сырбатып кеткен кезде ол түсінбейді. Ол кішкентай өзінен бастатып, кішкентайынан и балалығынан бастатып маған тірек болғанын қаламаймын. Мен үшін ең үлкен разочарование, оның ішінде өз сезімдерін, ойлары болады. Мысалы, мен бөлісе алмауда, себебі маме и так плохо, именно нагрузить етпеуім керек деген сияқты ойлар болмау керек деп ойлаймын. Себебі мен қызыма ол қандай сезіммен, ойлармен, шешімдермен келсе де сүйене алатын тірек болғым келеді. Мен ересекпін, и мен өзіме де қамқор боламын да, маған оның қамқор болуы ерте бастан қажет емес. Мысалы болады ғой, кешке жұмыстан шаршап келгенде бәріне айқайлап, қырып жойып, мына жер мынандай, мынаны істемегейсің, мен так жұмыстан шаршап келдім деп дауыс көтеруді мен қызыма өзім честно позволить ете алмаймын. И басқаларға да олай жасауын бермеймін. Себебі ересек адам өзіне өзі қамқор болуы керек. Кішкентайлар оларға емес. Сіздің ойыңыз қандай бұл нәрсеге? Және де сіздің балаңызбен отношениядағы қандай қорқынышыңыз бар? Комментарийға жаза кетіңіз.